Қазіргі күнде Дивалдың бір бөлігі жақсы сақланып қалған. Әсіресе Пекин атрапындағы Бадалин һәм Митянюй бөлімлері туристердің ең көп баратығын орны есапланады. Сонымен біргелікте ұзақ шөл аймақтарындағы ескі сегментлер самал һәмде жауынның тәсірінде жеміріліп кеткен. Ал айрымлары болса табиғи эрозия жоқ болып кеткен. Айрым жерлерде Дивал тек биік емес, тас өрлер, ямаса топырақ төбешкілер көрінісінде қалған. Заманауи Қытай картасында Ұлы Дивал мемлекеттің арқа бөлімінен өтеді. Шығыста Леонин провинциясынан басылап, Хэбэй, Шанхи, Гансу сияқты аймақтардан өтіп, батыста Гоби шөліне шекем барады. Ол Қытайдың бүткіл арқасын қамтып алған тарихи қорғану шекарасы болып, мың жылдардан берлі мемлекет шекараларының белгісіз сипатында сақланып келмек.